Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі видеода посылка, яғни Қытайдан келген тапсырыс. Бүгінгі тапсырыс ол ерекше тапсырыс деп айтсам болады, өйткені бұл посылканың ішінде микрофон жатыр. Бұл микрофон маған 1,5 айда келіп жетті. Бағасы жөнінен $15, ал салмағы 0,656 кг. Бағасы $15, яғни біздің теңгеге шаққанда 5,5 мың теңгеге бағаланған. Сатушы осындай теңгеге бағалапты. 1,5 айда келді. Және де бұл швейцарский почтамен келді. Швеция почтасымен келді. Ішін ашып көрсетейін. Достар, аштық посылканы. Сатушы жақсы қаптапты. Достар, сонымен қатар мен осы посылканы епен кэшбэк сервисі арқылы заказ бердім. 18% жеңілдікпен. Егер сіздер осындай 18% жеңілдікпен алғыларыңыз келсе, видеоның астында сілтемесі тұрады, сол сілтемеге кіріп сатып алуыңызға болады. Достар, көріп жатқандай бұл студийный микрофон деп айтсам болады. Жолда майысып қалыпты. Іші жақсы болса болды. Алдыңғы видеомызда посылка ашу айдарында 116 просмотр жинап, ол өте жақсы, маған ұнады. Және де бұл посылканы көріп жатқандай микрофоны. Бірінші көзге түскен ол настройкасы, яғни түсіндірмелі параға. Достар, көргендеріңізге комплектке 4 зат кіреді. Оның біріншісінің микрофонның өзі, яғни BM800 микрофоны. Ал екіншіден шумнан қорғаушы осындай губка кіреді. Үшіншіден осындай шнуры кіреді, микрофонға арналған шнур кіреді. Ал төртіншіден штативке арналған осындай құрал кіреді. Бұны орысша айтқанда паук деп атайды. Достар, және де осы микрофонның дауысын жақсарту үшін осындай бір звуковая карта пайдаланылады. Бұл звуковая картаны алдыңғы видеомнан көре алатын боласыздар. Бұның бағасы $1 бағаланған. Достар, және де осы тауардың отзывтары жақсы, маған ұнады. Бүгінгі видеодағы осы тауардың сілтемесі және епен кэшбэк сервисінің сілтемесі, сонымен қатар осы звуковая картаның сілтемесі видеоның астында қалдырып кетемін. Сатып алам дегендер сатып алуға болады. Маған ұнады. Достар, қазір сіздер осы видеоның соңында қазір осы микрофонның қалай жазылуы туралы естіп біле аласыздар. Ал достар, қазір сіздер BM800 микрофонмен жазылып жатқан дауысты естіп жатсыздар, ал екі дауысты да салыстырайық. Достар, қазір сіздер BM800 микрофонның көмегінсіз жазылып жатқан дауысты естіп жатсыздар. Достар, екі дауыстан қорытынды шығаратын болсақ, BM800 микрофоны арқылы жазылған дауыс анық және де таза естіледі. Достар, және де осы екі жазылған дауыс ешқандай да эффектсіз, таза күйінде жазылған дауыс. Достар, сіздерге екі дауыстың қайсысы ұнаса, өз пікірлеріңізді комментарийға жазуларыңызға болады. Достар, бүгінге осы. Егер де видео ұнаса, лайкты басып арнаға тіркеліңіздер. Бүгінгі видеодағы BM800 микрофонының сілтемесі және де епен кэшбэк сервисінің сілтемесі видеоның астында болады. Сіздермен болған қазақша AliExpress арнасы. Келесі кездескенше.